Әлемде ең үлкен ғимарат, ең үлкен колесо обозрения, ең биікте орналасқан және ең терең бассейндер, фонтандар, сауда орталықтары, жасанды аралдар, әлемдегі ең көп ұшақ ұшатын аэропорт, ең көп кемелер өтетін порт, осының бәрі жарты ғасыр бұрын осындай шөл дала болған жерде. Дубай осындай жағдайдан мынандай жағдайға қалай жетті? Осындай болуына мүмкіндік берген байлық қайдан шықты? Және Дубайдың болашағы дегеніміз осы ма? This is Dubai, a town of no roads, no cars, no electricity. Today, a modern, thriving, busy city, developing and expanding at a prodigious rate. Қазіргі Дубайдағы жағдайды бос орнынан өсіп шыққан деген сөзбен айтуға болады. Өйткені теңіз жағасынан әрірек Дубайдың айналасында бұрынғысынша ештеңе жоқ, шөл дала. Ал Парсы шығанағының жағалауында бал жағып қойғандай Дубай пайда болды. Пайда болуының себебін бәрі мұнай деп айту мүмкін, бірақ ол дұрыс емес пікір. Өйткені Дубай мұнай өңдейтін елдердің ондығына кіретін Біріккен Араб Әмірлігінің бір бөлік болғанмен, Дубайдың жеке өзінің мұнайы тым аз. Егер қаланың ақшаны неден тауып жатқанын анықтап қарасақ, ол жерде сауда-саттық, жылжымайтын мүлік, финанстық қызмет, туризм, тағы басқасы көп, бірақ мұнай жоқ. Негізінде жер байлығын сапырып сатсаң да, ақшаны қалай тапқаның маңызды емес. Басқалардың арманына айналып жетістікке жетудің құпиясы бар ақшаңды қалай жаратқаныңда. 20 ғасырдың ортасы Дубайда мұнай жоқ, ғимараттарда жоқ, ашығын айтқанда ештеме жоқ. Даже теңіз түбінен алып сатып жүрген маржандарға да сұраныс жоғалып жатыр. Өйткені Жапония маржанды қолдан өсіруді үйреніп, табиғи маржанды алмастырып жатыр. Сонымен сол кезде Дубайдан барлығы жан-жаққа кетіп жатты. Жергілікті шейх Рашид ибн Сайд Аль-Мактум де қасындағылармен Европаға кетті. Міне ол Лондонда метро машинистімен зергерлік дүкен аралап жүр және британиялық министрлармен кездесіп отыр. Осының бәрі картадағы мына кішкентай ғана нүкте үшін. 1959 жылы бұл нүкте осындай, ал 2024 жылы бұл әлемдегі ең үлкен халықаралық аэропорт. Жоқ, Дубайдың жетістікке жеткен себебі дер кезінде салынған аэропорттан емес, бірақ осы аэропорт жетістікке жетудің кілті болып табылды. Түсіндіріп кетсек, шейхтің басты идеясы осы кішкентай балық аулайтын ауылдан әлемдегі туризмнің, сауда-саттық пен бизнестің орталығына айналдыру. Ендеше табиғатыңда тек құм, халқыңның жартысы білімсіз, ақшаң да жоқ. Сонда осының бәріне қалай қол жеткізуге болады? Ақшасы бар адамдарды шақыру керек. Олар жердегі жұмақты өздері ақ жасап алады. Сондықтан жаңағы айтқан Лондонға сапарында шейх Британияның инвестиция құюына қол жеткізіп, осыдан алдын ағылшындардың қарамағында болған Дубай жеріне аэропорт салуына келісім жасады. Жақсы, шөл даланың ортасына аэропорт салынып қойды. Бірақ ол жерге кім және не үшін ұшып келуі мүмкін? Әрине бәрі бірден болған жоқ, дегенмен 20 жыл ғана. Англия патшайымы Елизавета II Дубайға келіп тамашалауына дейін 20 жыл ғана өтті. Осыған дейін шейх кредиттік ақшаны жергілікті жарыққа, жолға, канализация жүйесіне жұмсады. Және бұдан да маңыздысы жергілікті портты кеңейтіп, тереңдетті. Енді кез келген ауыр жүк кемелері кіре алатын болды. Ал бүгінгі таңда осы порт әлемдегі ең үлкен ондыққа кіреді. Тағы да бір маңызды мәселе 1985 жылы орын алды. Әлемде мұнайдың бағасы бір қалыпты жоғары, барреліне $30. Бұл шамамен қазіргі $70. Осыдан бір жыл өтте мұнайдың бағасы $10 төмендеп, 4 жыл бойы арзан болып тұрды. Осы кризис бәріміз танитын Совет одағын қиратты, ал Дубай керісінше гүлдене бастады. Және осыған екі себеп бар. Бірінші, экономикалық бостандық алаңы JAFZA бағдарламасы. Jebel Ali Free Zone, JAFZA, was established in 1985, which grew into the world's largest and fastest growing free zones. Міне 57 шаршы шақырым. Бұл не? Егер сенің ақшаң тасып Дубайда бизнес ашқың келсе, JAFZA бағдарламасында ешқандай шектеу жоқ. Шетел азаматы болсаң, жергілікті адам іздеп ауре болмайсың, кедендік салық жоқ, табыс салығы да 0. 50 жылға әлеуметтік салықтардан босатыласың, және жергілікті халықты жұмысқа алу міндетінен де боссың. Шетелден жұмысшылар алып келуге ешқандай шектеу жоқ. Өйткені ол шетел жұмысшылары ақшаларын осы Дубайда жаратады. Сонымен JAFZA бағдарламасы бүкіл әлем бойынша бизнесмендердің қызығушылығын туғызып, Дубайға шоғырлану басталды. Офистар, қойма ғимараттары, өндіріс орындары салынып, 30 жыл ішінде Дубайға 7000 компания көшіп келді. Соның ішінде 100-і әлемде ең бай компаниялар тізімінде.
1986 жылы Дубайда болған екінші маңызды мәселе туралы айтамын. Бұл әлемдегі үздік футболшылар португалиялық Криштиану Роналдо және хорват Лука Модрич екеуі де әйгілі Реал Мадрид футбол клубының майкасында. Ал бұл да футбол жұлдызы швед Златан Ибрагимович италиялық Милан командасының майкасында. Бразилиялық Неймар Францияның ПСЖ формасында, англиялық Челси, Арсенал, көріп тұрғаныңыздай бәрін біріктіріп тұрған Fly Emirates деген жазу. Осы авиакомпанияны сол 1985 жылы туризм мен инфрақұрылымды дамыту мақсатында Дубайдың жоғары қолбасшылары құрған болатын. Өйткені сауда тауарларын теңіз жолымен жіберіп, келіссөзбен демалысқа комфортты авиалиниялармен келген барлық іскер адамдарға ыңғайлы. Футбол клубтары мен жұлдыздарының не қатысы бар деп ойласаңыз, авиакомпания клубтарға спонсор болғаннан бастап, жыл сайын жолаушылар саны еселеп артып келеді. 200 миллион евро Fly Emirates жыл сайын футболға әртүрлі мемлекеттерде жаратып отыр, ал Американың телевидениесіне бар болғаны жылына 2,5 миллион доллар ғана жаратады. Нәтижесі 20 жыл ішінде компанияның тұрақты клиенті 12 есе ұлғайды, және авиакомпанияның мақтан тұтатын ақпараты әлем халқының тең жартысы 6 сағаттан аз уақытта Дубайға ұшып жете алады. Осыдан жарты ғасыр бұрын шейхтің Лондонға барып келіп жүргені бекер емес екен, Дубайда финанстық және салықтан бостандық алаңын орнатқаны, әрине ол қайырымдылық іс-шарасы емес, ол жерде ақшаны Дубайда максималды көп қалдыру жоспары жатыр. Осы жоспарды іске асыруға Дубайдағы 3 тегін ресурс көмекке келеді. Олар жоқ мұнай емес, күн, құм және теңіз. Осыған Пәкістан, Индия, Бангладештен келген арзан жұмыс күштерін қоссақ, қалада 7 жұлдызды қонақ үйлер мен зәулім ғимараттар пайда бола бастайды. Соңғы 20 жылда жігіттер кімді көзім деп ғимараттарының ұзындығымен жарысуда. Мысал, 2007 жылы 72 қабат, 2012 жылы 82 қабат, ал 2017 жылы қабат саны 75 болса да ғимараты ұзынырақ. Ал бұл жарыстан бөлек маңызға ие болатын теңіздің үстіне салынған желкен тәрізді ғимарат. Дубайдың шейхіне сол кезде зәулім патша сарайы емес, қонақ үй керек болды. Себебі Эйфель мұнарасы немесе Нью-Йорктағы бостандық ешкерткіші сияқты Дубайдың өз символын жасау. It's one of the most incredible buildings on the planet. At 321 meters, it soars higher than the Eiffel Tower. Шейх $1 миллиард бөліп, Британияның мықты архитекторларын жалдады. Олар бұрын тек мектептер ғана салған болатын, бірақ потенциалы бешеный. Сонымен парсы шығанағына тастар мен құмды төгіп, сол жерге бетон мен әйнектен жасалған желкен тәріздес ғимаратты тұрғызды. Атын Бурж-аль-Араб деп атады. Аударғанда Араб башнясы. 1999 жылы құрылысы аяқталып, ішінде 170 метр квадрат номерлерінің қарапайым және ешкімге ұқсамайтын дизайны әлем бойынша туристердің елесіне айналды. Себебі кез келген жерге қыдырып баратын кезде не үшін, не көру үшін деген сұрақ қоямыз. Егер көретін ештеме болмаса, барудың не қажеті бар? Мысалы, Түркістан ол қалада Венеция алаңын салмағанша келушілер өте аз еді. Ал енді алғашқы тартымды жері пайда болғасын ол символына айналып, барлығы ол туралы жазып, видео сурет сала бастады. Сурет пен видеодан осы сұлулықты көргендер өз көзімен көріп, ақшасын жаратуға асыға бастайды. Ал осындай тартымды жерлер көбейген сайын ол туралы әңгімелер де көбейе бастайды. Дубайға оралайық. Желкен тәріздес қонақ үйден кейін ерекше нәрселер көптеп пайда бола бастады. Құмнан жасалған пальма тәріздес аралдар және осыған ұқсас әлем атты аралдар. Алғашқы билейтін фонтан, әлемде ең биік ғимарат Бурж-Халифа және қазір одан да ұзын, биіктігі 1 километр болатын башня салмақшы. Қысқасы, Дубай жарқырап, жыл сайын әлемнен жаңа миллион турист жинап жатыр. Сандарға назар аударыңыз. 2000 жылы Дубайға демалуға 2,5 миллион адам келген болса, 2010 жылы 7,5 миллион. Ал араға тағы 10 жыл салғасын 16,5 миллион адам 20 есе ақшасын көп жаратқан. Инвестиция, сауда бостандығы және туризм бәрі бірге экономикалық жарылыс жасап, ақша айналымын Дубайдың айналасында ұстап отыр. Түсіндіріп айта кетейін. Әлемнің әр түкпірінен адамдар өздерінің жаңа технологиялармен миллиондарын өз еркінен алып келіп, қаланы дамытып миллиардтар тауып, көңіл көтерумен демалуға, немесе бағасы күнде өсіп жатқан жылжымайтын мүлікке ақшасын салып жатыр. Бір сөзбен айтқанда, ақша Дубайдан Дубайға шоғырлану үстінде. Әрине бәрі сөзбен айта салғандай оңай емес. Жасанды аралдарының біріншісі осындай байлыққа толы. Ал мынау екіншісі біріншісінен 2 есе үлкен болса да қаңырап тұр.
және архипелагыда шамамен 10% ғана сатылған. Бірақ екінші жағынан айтқанда, естеріңізде ме, Дубай бір аэропорттан басталғаны. Расында қазір Дубайды тек шейхтер басқарады және басқа ешкімге рұқсат берілмейді. Бірақ сол Дубайға ақша салушылар өздерін максималды қауіпсіз және еркін сезінеді. Не дегенмен орта ғасырдағы монархиядан қазіргі монархиялық биліктің айырмашылығы бар. Әрине Дубайдың политикасы әлем бойынша жаңа технологиялар мен идеяларды өзіне тартып жинау. Біреу 3D принтермен үй салуды ойлап тапты ма? Міне, Дубайға қош келдіңіздер. Бізге әкімшілік ғимаратын салып беріңіздерші. Әрине әлемдегі ең үлкен. Тағы да біреу ұшатын мотоцикл жасаса, Дубайдың полициясы дереу сынап көруде. Сонымен Дубайдағы жетістік стратегиясы тапқан ақшаны қалталарына салып қою емес, ұзақ уақыт бойы пайда алып келетін нәрселерге инвестиция жасау. Видео ұнаса, лайк пен пікір қалдырып, маған инвестиция жасап кетіңіз.